Ойлап көріңізші, көз алдыңызда шегі жоқ теңіз, төбеңізден шығып тұрған күн қайықты қыздырып, ол жылу сізге беріліп жатыр. Құлағыңызға толқынның дыбысы мен құстардың шырылы естіліп, ары-бері тербеліп жатқан қайықтан рахат алып жатырсыз. Миыңызда проблемалар туралы ой мүлде жоқ, нағыз болашағыңыз туралы ойлайтын уақыт. Бірақ осы уақыт ұзаққа созылып кетсе ше, сағаттар күндерге, күндер аптаға, апта айларға. Жаныңызда жейтін тамақ пен ішер суыңыз жоқ. Тек қана қазір мені біреу келіп құтқарып қалады деген кішкентай үміт бар. Барлықтарыңызға сәлем. Мінекей қазір біз жаңалы бері айтып жатқан нәрсемізді өз көзімен көрген адам жайлы баяндамақшымыз. Қарапайым балықшы су бетінде ештеңесіз 438 күн өмір сүрген екен. Бұндай оқиғалардың соңы әрдайым хэппи-эндпен аяқтала бермейді. Ол аман қалу үшін не істеді екен? Қазір бірге тамашалаймыз. Лайктарыңызды басып, арнамызға тіркеле отырыңыздар. Ендеше, сіздермен бірге QRF ұжымы, бүгін біз Хосе Альваренганың басынан өткен сұмдық оқиғаны қысқаша баяндап береміз. Хосе Альваренга жалғыз өзі шегі көрінбейтін су бетінде жүзіп жүр. Тамақ су таусылған, спутнигі баяғыда істен шыққан, ал өзі болса тірі. Суда қанша күннен бері жүргені болса иесінен шығып кеткен. Тәжірибелі балықшыға осылай болатындай не көрінді? Бәрін басынан бастасақ. жылдың 17 қарашасы. Балықшы Хосе Альваренга ауа райында дауыл болады деген ескертуге қарамастан жұмысқа шығып кетеді. Оған ақша қатты қажет еді. Оның ойынша синоптиктер қателесуі мүмкін, және мен максимум 2 күн ғана балық аулаймын да қайтамын. Осы 2 күнде айтарлықтай ештеңе бола қоймас деп, Альваренга теңізге шығады. Солай көмекші ретінде досы Райо Пересті шақырып көреді. Неге екені белгісіз, ол телефонын алмайды. Оны қол қусырып күтіп отыру босқа уақыт құртумен тең. Сондықтан Хосе 22-23 жасар Эзекиэль Кордобаны шақырады. Ол да ауа райынан хабардар еді, бірақ Хосенің ұсынған $50 оның қорқынышын бірден басты. Жалпы Альваренга мен Эзекиэль бірін-бірі қатты тани қоймайтын. Хосенің неліктен оған көзі түскені белгісіз. Сонымен қатар Эзекиэльдің балық аулаудан да хабары аз еді. Тек оған Альваренга секілді ақша қажет болды. Екеуінің де осындай ақшаға деген махаббаттары өздерінің өмірлерін тәуекелге тігуге алып келді. Осылайша қайықты дайындап, Мексиканың оңтүстігінде орналасқан Коста Асуль атты ауылдан олар үлкен теңізге жолға шығады. Олар шамамен 2 күнге ғана шығып жатқандықтан бірнеше бутерброд пен аз мөлшерде су алады. Екеуі таң атқанда қайықты су бетіне шығарады, ал күн батып жатқан кезде жағадан әлде қайда ұзап кеткен еді. 2 күннің ішінде олар балық саламыз деп алып шыққан жәшіктерін толтырады да қайта ауылға қайтуға жинала бастайды. Бірақ ауа райы бұған келіспей, синоптиктердің болжағаны болады. Сол кезде Эзекиэль қайықтың моторы бұзылғанын байқайды. Хосе оны жөндеуге қанша тырысып көргенімен ештеңе шықпайды. Сосын ол рацияны алып, күзетшіге жағдайды баяндайды. Мотор бұзылды, толқынларды жағадан ары қарай алып бара жатыр, ал зәкір болса жоқ. Рацияның арғы жағынан қазір біз сіздерге тезірек көмек жібереміз деген дауысты естиді. Бұны естіген Хосе мен Эзекиэльдің жүректері қорқыныштан тынышталады. Ендігі олардың басты мақсаты қайықты жақсылап ұстап, суға батып кетпеу. Толқындар қайықты арлы-берлі шайқап жатыр. Нәтижесінде Эзекиэль суға құлап кетеді. Альваренга оны әрең-әрең шашынан ұстап көтеріп құтқарып қалады. Екеуі ауа райы тынышталғанша қайықтан кірген суды сыртқа төгумен болады. Сонымен қатар салмақты азайту үшін қайықтың ішіндегі барлық нәрсені суға лақтырып жібереді. Олар осындай қиын жағдайдан аман қалады. Бірақ енді екеуінде ештеңе жоқ. 2 күннен бері аулаған балықтары, су, қармақ, бәрі суға кетті. Қайық қаншалықты жағадан ұзап кеткені белгісіз. Барлық байланыс құралдары істен шыққан. Хосе мен Эзекиэль күзетшілер енді бізді таба алмайды деп ойлайды. Тек алдымыздан бір кеме кездесіп қалса екен деп үміттенеді. Шынында да күзетшілер оларды іздеуді тоқтатады. Арадан күндер өтті. Өтіп бара жатқан бірде-бір кеме жоқ. Құтқарылуға деген мүмкіндік азайып, шөл мен аштық деңгейі көтеріле берді. Балық аулауға шыққан 2 күннің ішінде-ақ бутербродтар мен су таусылған еді. Хосе солай қолмен балық аулауға тырысып көреді.
Алғашқыда әрине қолына ештеңе түспейді. Өте көп мүмкіндіктен кейін ақырында оның қолынан келе бастайды. Ол қолын суға салып, арасынан балық өткенін күтіп отырады. Өткен кездегі таймингті ұстап, дереу қолдарын жауып, балықты тырнақтарымен жаралайды да қайыққа тастайды. Бір жағынан бұл қауіпті болды. Себебі балықтан аққан қанға акула келуі мүмкін. Алайда акула келеді деп әрекетсіздік танытып отырған дұрыс емес. Тамақ мәселесі шешілді. Ендігі проблема су. Теңіздің суын ішу жігіттерге ұнамады. Ал жаңбырды күтіп отырғанда шөлден өліп қалуы мүмкін. Сондықтан олар өздерінің кіші дәреттерін ішуге шешім қабылдайды. Бұл лимонадтан қарағанда тұзды су ішкен дұрыс секілді ме, қалай өзі? Оған қоса екеуі құсты аулап көреді. Қалай екенін білмеймін, бірақ әйтеуір олардың қолдарынан бұл келеді. Бұндай жағдайда қалайда болсын аулайсың ғой енді. Осылай алғашқы құсты да аулайды. Қанша уақыттан бері аш отырған екеуі шеке етке бас салып асап-асап алады. Жылу көрмеген, ешқандай өңдеуден өтпеген етті жеу асқазан үшін әрине ауыр сынақ. Ол сынаққа Хосенің асқазаны шыдағанымен, жас бала Эзекиэльдікі шыдамайды. Уақыт өткен сайын жағдайы нашарлай беріп, шеке еттен бөлек өзінің кіші дәретінде іше алмай қалады. Ол моральды түрде құтқарыла алатынына сенбей, мен біттім, қазір өлемін деп қайталай берді. Сол күні түнде Кордоба толықтай беріле бастады. Альваренга, жоқ, мені жалғыз қалдырма, сен шыдауың керек деп қанша айтқанымен, Эзекиэль көзі ашық түрде арғы өмірге аттанады. Екеуінің ашық бетінде жүргеніне 100 күндей болып қалған еді. Альваренга жолдасының кеткеніне сенгісі келмеді. Ол күн сайын өлген денеге қарап сөйлейтін болды. Қалай ұйықтадың? Таңғы ас іштің бе? Жағдайың қалай деген секілді. Арадан 6 күн өткеннен соң Альваренга тағы осылай сөйлесіп жатып, бір кезде дереу оянып кеткендей болады. Сол кезде ғана өзінің өлген денемен сөйлескенін түсінеді. Енді не істерін білмей ұзақ ойланып алады. Ақыры бір шешімге келіп, Эзекиэльдің киімдерін шешеді де суға тастап жібереді. Бұдан соң Альваренга жынданып кете жаздайды. Осы кезде оған бар көмектескені оның фантазиясы. Ол өзінің керемет сәттерін ойлап, уақытын өткізді. Және бір жағынан мынандай сұмдық реализмнан қиялына сапар шегіп қайтты. Күнде шеке етпен қоректене беріп, Хосенің де асқазаны бұндай тамақтан бас тарта бастады. Көз алдыңда бір адам құстың етін жеп кетіп қалғанда, сен қалай оны ары қарай тұтынбақсың? Сол үшін бір нәрсе ойластыру керек. Бір күні Альваренга аяғын суға салып отырғанда, жанында тасбақа жүзіп өтеді. Кенет аштан-аш отырған ол оны ұстап алып, кешір, менде азық жоқ, сенде жазық жоқ дегенге келтіріп, тасбақаны жеп көреді. Бір қызығы оның асқазаны ешқандай белгі бермейді. Сөйтсек, тасбақаның еті шикі болса да пайдасы бар екен. Сонымен қатар, тасбақаны ұстау құс пен балық аулаудан қарағанда әлдеқайда оңай болды. Ал қабығын су ішуге пайдаланды. Бір ескеретін факт, барлық тасбақаның етін жей беруге болмайды. Сонда Хосе Альваренганың мына жерде шынымен де жолы болған екен. Осылай уақыт өте берді. Альваренганың үміті әлі де болсын үзілмеді. Бірнеше айдан соң Хосенің көзіне анау бір жерден кеме көрінеді. Қуанған ол қолын жан-жаққа сермеп, бар даусымен айқайлайды. Бірақ бұның бәрі ешбір көмектеспеді. Экипаж оны байқаған, алайда оны көмек сұрап жатыр деп емес, жай ғана амандасқан шығар деп ойлайды. Хосенің сол кездегі жағдайын елестетудің өзі ауыр. Көмек келді ау деген кезде кеменің кетіп қалуы жанына қатты батқан шығар. Ол тағы да жалғыз қалды. Келесі күні Хосе толқындардан қайығының қатты тербеліп кетуінен оянып кетеді. Ол тағы да дауыл басталды ма деп ойласа, олай емес екен. Оның жанынан тағы бір кеме өтіп кеткен. Хосе енді айқайлайын деп жатып, кеменің естімейтінін байқайды. Осыдан соң ол құтқарылуға деген үміті одан бетер арта түсті. Себебі кемелер осылай жиі өте берсе, ішінен біреуі болсын мені құтқаруға келеді, және менің қайығым жағаға жақындады деп ойлайды. Кезекті күндердің бірінде Альваренганың құлағына жағада жүретін құстардың сайрағаны естіледі. Кенет басын бұрып қараса, алыстау жерден бір аралдың шеті көрінеді. Алғашқыда Альваренга бұны галлюцинация деп ойлайды. Бірақ бұл ұзаққа созылғаннан соң, ақыры оның жүзіне қуаныш ұялайды. Бірер сағат өтіп, Хосе аралға жетеді. Жақындай бергенде қайығынан секіріп түсіп, толқындар оны жағаға шығарады. Қаншама уақыттан бері топырақтың бетін басу арман болған Хосе бұл сәтті былай сипаттайды. Мен топырақты алғаш ұстағанымда тура бір қазына тапқандай қуандым.
Хосе Альваренга Маршалл аралдарының құрамына кіретін Эбон-Атолл атты аралға тоқтаған екен. Бұл оқиға 2014 жылдың 30 қаңтарында орын алды. Мына жерден сіз 438 күн бойы Хосенің жүріп өткен жолын көріп тұрсыз. Аралға жеткен кезде ол қуаныштан қатты айқайлайды. Бұл айқайлаған дауысты сол жерде тұратын бір отбасы естіп қояды. Солай дауысқа қарай барса, киімдері жыртық-жыртық, шашы мен сақалы өсіп кеткен, жабайы адамға ұқсас, қолына пышақ ұстаған Хосені көреді. Хосе оларға өз тілінде бірдеңелерді айтады. Эмили Бокмето және Рассел Кейдрик оған пышағын тастауын сұрап, өз үйлеріне алып кетеді де тамақ беріп жуындырады. Альваренга тамақты қалай жеп жатқанын көрсе де, оның қандай қиыншылық көргенін болжай алмады. Бір кезде Хосе сөздерін түсінбей жатқанын біліп, Сальвадор деп өзінің елін, одан соң Хосе дейді. Солай ғана ана кісі оның испанша сөйлеп жатқанын аңғарады да, ауылдан испанша білетін адам іздейді. Осы сәтте оларға Норвегиядан келген антрополог студент Ола Фельстад көмектеседі. Альваренгаға маркер мен қағаз беріп, осы жерге қалай тап болғанын жаздырады. Ол болса барлығын басынан аяғына дейін толықтай жазып береді. Адамдар оқығаннан соң алғашқыда оған сене қоймады. Оның жазғаны ертегі секілді көрінді. Сосын Хосе, онда маған телефон беріңдер, үй ішіммен сөйлесейін дейді. Кім екенін білмегеннен кейін қалай сеніп телефон береміз? Бәлкім ол басқа біреулерге хабарласатын шығар деп, Хосеге телефон берілмейді. Кейін Оля полиция сол жердің медбикелері Хосені тексерістен өткізу үшін Маршалл аралдарының астанасы Маджураға алып кетеді. Бір күндік катермен сапарда Альваренга сыртқа мүлдем шықпайды. Судан өлерде қорқып қалған. Жеткеннен соң оларды өте көп адам күтіп алады. Барлығының күмәнданғаны осыншама уақыт суда жүрген адам шаршап, қол-аяғы дірілдеп, арықтап жүдеп кетуі керек еді ғой. Ал олардың көргені ондай қатты арық емес, қуанышты адам. Медициналық тексеруде Хосенің тек аяғы ғана зақымданғаны анықталады. Ол Маршалл аралдарына жеткеннен соң тек мүгедектер арбасымен жүрді. Аяғынан басқа жерлері онша қатты жараланбаған. Әр тексерілуге барған сайын журналистер оның ізінен қалмай сұхбат алды. Хосе оларға таракандар деген теңеу берді. Адамдар оған сенбегені соншалық Хосені өтірік детекторынан өткізіп көреді. Одан сәтті өткеннен соң ақыры Альваренга телефон алып, қоңырау соғу құқығына ие болады. Полиция оны Мексикадан деп ойлайды. Бірақ ол олай емес. Хосе Альваренга өзінің Сальвадорда тұратын отбасына қоңырау шалып, тірі екендігін айтады. Негізі Хосе Мексикада ақша табу үшін жүрген болатын, ал отбасымен ол уақыттары араласпай кеткен. Отбасында онымен байланысатын немесе Мексикаға баратын ақша болмаған. Журналистер Хосенің отбасын білгеннен соң дереу сонда аттанады. Журналистер отбасылық фотолардан оның бұрынғысынан қарағанда өте қатты арықтап кеткенін байқайды. Отбасы Маршалл аралдарының полициясына барлығын айтып береді. Бұны дәлелдеу үшін Хосенің қайығындағы номер бұған көмектеседі. Альваренга осы уақыт бойы полицияларға балыққа жалғыз өзі емес, қасына тағы біреуді алып кеткенін айтпайды. Полиция болса, дәл осы номер арқылы сол күні қайықта екі балықшы болғанын анықтайды. Біріншісі Эзекиэль Кардоба, екіншісі Сирила Варгас. Хосе Альваренга деген оның Мексикада қолданып жүрген жалған аты болған. Сальвадорда жұмыс таппағаннан соң ол Мексикаға жалған құжат жасатып кіріп кетеді де, қолынан тек балық аулау келетін болғаннан соң осы жұмыспен айналысады. Осы жағдайды естігеннен соң оған Мексикаға кіруге тыйым салынады. Маршалл аралдарының басшылары Хосенің үйіне қайтуына көмектеседі. Сальвадорға жеткеннен соң оны министр журналистер күтіп алып сұхбат алады. Ол сұхбат беруге әлі келмей ауруханаға жіберіледі. Сол жерде ол көптен күткен отбасымен қайта қауышады. Хосе бір апта ауруханада жатып, дәрігерлер ары қарай үйде де емделуге болады деп, оны үйіне жібереді. Үйінде 8 жыл бұрын көрген өзінің туған қызымен кездеседі. Барлық ақпарат көздері, сайттар сонша уақыттан соң оралған балықшы деген секілді тақырыптармен шулап жатты. Хосе осы сәтті пайдаланып, көтеріліп кетуіне болар еді. Бірақ ол әр жасаған нәрсесіне сұхбат бере беретін адамдардың қатарына жатпады. Кейбір сұхбат берген кездерде ол Эзекиэль Кардобаның отбасына көңіл айтып, осындай ұлды туғандары үшін алғысын білдіреді. 2015 жылы ақыры Хосе Альваренга үлкен интервью беруге келіседі. Одан сұхбат алған Джонатан Франклин. Осы кездесуден кейін ол 438 күн деп аталатын кітап басып шығарады.
Бұл кітап жарық көргеннен соң Хосенің аты ел арасына тағы да тарай бастайды. Бірақ Эзекиэльдің отбасы бұл кітаптағы ақпараттарды жалған санайды. Себебі Хосенің аман қалуы каннибализмнің арқасы деген пікірді ұстанған екен. Осындай ойға келуіне тағы да сол денсаулығы жақсы болып оралғаны кінәлі болыпты. Басқа да ашық теңізде қалып қойған адамдармен салыстырғанда Хосенің жағдайы әлде қайда жақсы болған. Сонымен қатар Хосе алғашқы сұхбаттарында қасындағы Эзекиэльді айтпаған. Олардың ойынша Хосе Эзекиэльді өлтіріп, оның итімен құтқарылғанға дейін қоректеніп отырған. Бірнеше айдан соң Эзекиэль Кордобаның отбасы Хосе Альваренганы сотқа береді. Бірақ сотта ол тағы да өтірік детекторынан өтіп, тағы да сәтті шығады. Хосе: «Мен оны не үшін өлтіремін? Ол жоқ болса маған жақсы болмайды ғой», дейді. Осылай Хосе Альваренга жазадан құтылады. Қазіргі уақытта ол әлі де Сальвадорда және өзен көлдерден өте алыста өмір сүреді. Ендігіден бұлай Су Альваренганың досы емес. Осылайша оқиға да видеомызда аяқталды. Пікірлеріңізді әрине комментарийде күтемін. Лайк басып және арнаға тіркеліп кетіңіздер. Бізде болса осы. Ендеше сіздермен бірге болған және әрдайым бірге болатын QRF ұжымы келесі видеоларда кездескенше.